Мен жаңа келісімде Исаның айтқаны мен істегендеріне сенім арта аламын деп тұжырымға келдім. Кез келген жазылған мәтіннің бөлігіне қатысты сіз қолданатын сыртқы куәліктер арқылы сіз мынадай сұрақтар қоясыз. Сіз зерттеп отырған кітапқа еш қатысы жоқ, бірақ сол жерде көрсетілген куәліктерді немесе деректерді растайтын сыртқы дәлелдемелер бар ма? Бұл жерде біз әрине әдеби тұрғыдан қарастырдық, алайда археологиялық мәліметтер де болады. Сэр Уильям Рамзи әлемнің ең ұлы археологы және топографы болып есептеледі. Ол әлемнің түрлі бөліктерінің топографиялық карталарын жасап шығарған. Ол Англияда өмір сүрген, ол сенуші адам болмаған. Англиядан кетіп, 1 ғасырдың топографиялық картасын зерттеу мақсатында Кіші Азияға жол тартты. Оның әйгілі болғаны соншалық, біріккен патшалықтың түкпірінен оның Кіші Азияға жүзіп кетіп бара жатқанын көру үшін айлаққа жиналды. Ол сол жерде болған кезде, сол Кіші Азияның топографиялық картасын жасау үшін өзінің барлық дерлік тарихи материалдарын тауысты. Ол осы жайында өзінің кейбір достарын айтып жүрді. Олардың біреуі шынайы сенуші болған адам. Оның зерттеулеріне жәрдемдесу үшін елшілердің істері кітабын қолдануға кеңес берді. Рамзи бірден бұл ұсыныстан бас тартты. Өйткені ол неміс мектебінің өкілі ретінде жаңа келісімді, әсіресе елшілердің істері кітабын Мәсіхтен кейін, жаңа келісімнен соң көптеген жылдар өткеннен кейін 2 ғасырда жазылған құжат деп есептеді. Сондықтан оның пайымдауынша бұл құжатқа сенім артудың қажеті болмады. Өйткені әңгіме егжей-тегжейлі баяндау жайына келгенде, ол сенім артарлықтай емес. Бірақ ол өзінің ізденістерінен көңілі қалғаны соншалық былай деп айтуына тура келді. Жарайды, мен елшілердің істері кітабына да мүмкіндік берейін. Осының барлығының нәтижесінде оның сенуші болған болмағандығын білмеймін. Бірақ елшілердің істері кітабы жайында, Луқа жайында таңғаларлық мәлімдеме жасады. Оның не айтқанына назар аударыңыз. Мен мынаны шын мойындауым керек, оқырманға келтірейін деп отырған. Осы ізденістерде өзім келген тұжырымға ешқандай алдын ала көңіл соққан емеспін. Керісінше мен осыған қарсы болдым. Өйткені Тюбингеннің тамаша және ең басында даусыз болып көрінетін теориясының рас екендігіне сенімді болдым. Сол кездері осы сұрақты нақты зерттеп шығуға мүмкіндігім болған жоқ. Алайда осыдан аз уақыт бұрын менің топографиялық ақпараттың дерек көзі ретінде елшілердің істері кітабы мен көне заманның ескерткіштеріне және Кіші Азияның қоғамымен кездесуіме тура келді. Бірте-бірте менің осы баяндаманың егжей-тегжейлікті керемет нақтылықпен жеткізгендігіне көзім жете түсті. Шын мәнінде осы кітаптың негізінде 2 ғасырда жазылғанына сенімді болудан бастап, және оның 1 ғасырлық өмірдің куәгері бола алмайтындығына сенімді болсам да, мен оны көптеген қиын ізденістерімде ақпараттың жеткіліксіздігіне тап болғанда өзімнің адал серігім ретінде көре бастадым. Ол әрі қарай жалғастырды. Луқа жоғарғы деңгейлі тарихшы. Біз айтып отырғанымыз оның тек қана деректік куәліктеріне сенуге болатындығы емес. Бұл автор әлемдегі ең ұлы тарихшыларының қатарына қосылуға лайық. Ол содан әрі қарай жалғастырды. Луқаның тарихы өзінің растығы жағынан теңдесі жоқ. Ол өзінің пікірін неліктен өзгертті? Өзінің тұжырымдарын неліктен өзгертті? Неліктен? Келесі үзінділерде мен осылар жайында айтатын болам. Оның археологиялық зерттеулері арқылы анықтаған кейбір ақпараттармен бөліскім келеді. Және осылардың барлығы жаңа келісімнің 1 ғасырдың құжаты екендігін растайды.